Нейросонография ол дамыған елдерде Жапония, Оңтүстік Корея, Израиль, Қытайда осыдан 15 жыл бұрын нейросонографияны алып тастаған. Өйткені адамның баланың әдетте екі еңбегі болады. Алдыңғы еңбегі және артқы еңбегі. Артқы еңбегі әдетте 15-20 күнде өздігінен бітіп кетеді. Өте кішкентай болады. Оны дәрігерлер болмаса ата-аналар біле бермейді. Ал енді алдыңғы еңбегі ең тез болғанда 6 айда, ең жай болғанда 1,5-2 жаста бітеді. Нейросонография дейміз, жаңағы сіздердің тілмен айтқанда миды УЗИ-менен көру. Датчик дейді. Датчик сонда жаңағы сіздің еңбекке 100% келгеннің өзінде де әрең 30% диагноз қойылады. Нейросонографияда көрінгендегі, егер ода гидроспалия бар десек, не кесте бар десек, соның 10% жетпейтіні ғана дәлелденеді. 90% дұрыс диагноз қоймайды. Сондықтан мүмкін болса КТ-менен МРТ түсіргендеріңіз дұрыс. Нейросонография біздің емханада бар. Мен дәрігер, невропатолог ретінде, жоғары санатты дәрігер ретінде нейросонография миды УЗИ-мен көруді ондай құптамаймын.